Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде жаман түс көрсеңіз, ешкімге айтпаңыз. Оның өзіндік себептері бар. Видеоны бастамас бұрын ең алдымен каналды қолдау мақсатында тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсте түрлі хикметтер болады. Түс кейбір адамға сүйінші, кейбірі үшін ескерту болуы мүмкін. Пайғамбарымыз хадис шарифтерінде былай дейді: жақсы түс сүйінші, салих таза түс хармани, аралас түс шайтани болады. Ең дұрыс түс сәре уақытысында көрілген түс. Шыншыл және адал кісілердің түсі дұрыс шығады. Түс жору терең ілімді талап етеді. Әр адам жора алмайды, әсіресе мына заманда. Бұл ілімді білетін адам жоқ десе де болады. Егер көрген түсіңізді біреуге айтқыңыз келсе, тек жақсыларына айтыңыз. Намаз оқитын, ашық, күнә істемейтін кісілерге айту керек. Өйткені салих кісі түс жору ілімін білмесе де түсті жақсылыққа жорады. Сондықтан одан зиян келмейді. Жаман аралас түстерді ешкімге айтпаған жөн. Бұл жайлы пайғамбарымыз хадис шарифінде былай баяндайды: жаман түс көрген адам оны ешкімге айтпасын. Шайтаннан да қорғау үшін Аллахқа жалбарынсын. Жаман түс көрген адам оянған соң сол жағына 3 рет түкіріп шайтанның жамандығынан сақтану үшін Аллахқа сыйынсын. Сонда түс оған зиян келтірмейді. Жақсы түс көрген адам дереу мына экрандағы жазылған дұғаны айтыңыздар. Түс қалай жорылатын болса, солай шығады. Сондықтан түсіңізді насихат бере алатын кісілерге, ғалымдарға айтыңыздар. Бір күні бір әйел көрген түсін пайғамбарымызға келіп айтқанда, жаныңда болмаған кісіңе, күйеуіңе, яғни қауышасың деп жорады. Әйел үйіне барғанда күйеуімен қауышады. Арадан біраз уақыт өтіп тағы да дәл сол түсті көреді де басқаларға жорады. Олар күйеуің өледі деседі. Айтқанындай болады, күйеуі қайтыс болады. Сондықтан түсті жақсылыққа жору керек. Жақсы түс көргенде иншаллах жақсылыққа болсын деу, жаман болса Аллаху Тааля мені мына түстің жамандығынан қорғасын деу қажет. Достар, бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.